Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Кері байланыс, яғни оқушының көңіл күйі арқылы. Бұл жерде жасыл кнопканы басқан оқушылар, яғни сабақты жақсы түсінген оқушылар, сары кнопка жартылай түсінген оқушылар, қызыл кнопка мүлдем түсінбеген оқушылар. Әр оқушы сабақтың соңында тақтаға шығып, осы өздеріне кнопкаларын басады, яғни қайсысына түсінді. Мысалы, жасыл кнопканы басқан оқушыда көңіл күй көтеріңкі, сары жартылай түсінген оқушы және мүлдем түсінбеген оқушы мұңайған эмоция шығады. Осылай сіздер жоғарыда көрсетілген цифр арқылы оқушылардың қаншалықты сабақты түсінгенін байқауға болады екен. Осылайша сабақтың соңында кері байланыс, яғни рефлексия алсаңыздар болады. Енді сіздерге егерде басқа суретті жасау керек болса, арнайы тапсырыспен жасатсаңыздар болады. Электрон нұсқасын алу үшін төменде телефон номер көрсетіледі. Сол номерге жазсаңыздар болады.